Ассалаумағалейкум достар, сіздермен пайдалы кеңес арнасы. Сізді пайдалы мәліметтер күтіп тұр, сондықтан қазақша каналға жазылуды ұмытпаңыз. Темекіні қойған уақытта адам ағзасындағы бірінші өзгерістердің бірі қан қысымыңыз нормаға келеді. Жүрек қағысыңыз да қалпына келеді. 24 сағат өткеннен кейін дәм сезу рецепторлары орнына келе бастайды. 48 сағат өткеннен кейін жөтел күшейеді. Жөтелдің күшею себебі сіздің өкпеңіздегі артық заттардың барлығын сыртқа шығару процесі жүзеге асады. 72 сағат өткеннен кейін бас ауру, темекіні іздеу және тағы да басқалар пайда бола бастайды. Осы кезеңнен өте білсеңіз, темекіні толықтай қойып кете аласыз. Жалпы өкпедегі талшықтар түгел күйген, өліп қалғандары қалыпқа келеді. Оған 3-9 ай уақыт қажет. Толықтай 1 жылдың ішінде өкпеңіз қалыпқа келеді. Салауатты өмір салтын ұстанып жүріңіз. Құрметті достар, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Сондықтан каналға жазылуды ұмытпаңыздар.